Бүгін негізгі азиялық биржалар өсіммен ашылды. Гонконгтағы көрсеткіш 3,2%-ға, Токиодағы көрсеткіш 1,4%-ға көбейді. Ал Қытайдағы негізгі индекстердің бірі 2,2%-ға өсті. Сарапшылардың сөзінше, соңғы бірнеше күндегі нарықтың құлауына Қытайлық орталық банктың пайыздық мөлшерлемені төмендету туралы шешімі әсер еткен. Азиялық нарықтың жоғарылауына күні кеше американдық биржалардың негативті деңгейде жабылғандығы да ықпал ете алған жоқ. Ливия жағалауында ұсталған кемеде 50-ден астам мигрант қайтыс болды. Евроодақ бағдарламасының аясында жұмыс істеп жүрген шведтік құтқарушылар бортқа 430-дан астам тірі қалғандарды көтеріп, оларды Италияға жеткізді. Құрбан болғандардың көпшілігі әйелдер мен балалар. Оларды кеменің трюмінен тапқан. Save the Children балаларды қорғау ұйымының төрағасы Джованна Ди Бенедеттаның сөзінше, балалардың барлығы трюмде отырған. Кеменің түбінде отырған ана мен балалардың таза ауаға бірнеше минутқа шыққандары үшін де ақша талап еткен көрінеді. Италиялық биліктің мәліметінше, өткен тәуліктегі ондаған іздеу құтқару операциялары арқылы теңізден 3000-ға жуық адам құтқарылды. Олардың көпшілігі Африка мен Таяу Шығыстан шыққан босқындар. Ал өткен демалыста абсолютті рекорд орнатылып, бір тәулікте 4300 адам жағаға шығарылды. Жыл басынан бері бір Италияның өзіне ғана 100 мыңнан астам заңсыз босқындар келеді. Тағы 2300-і жол үстінде қайтыс болған. Евроодақтың басқа елдерінде заңсыз мигранттар тасқынының проблемасы әлі де алаңдатып отыр. Соңғы айларда босқындар көлемі тіпті көбейіп кеткен. Күн сайын Венгрияға, Сирия, Ауғанстан тәрізді отты аймақтардан мыңдаған мигранттар келеді. Ел билігі тіпті Сербиямен шекарада 4 метрлік қабырға сала бастады. Ал сәрсенбіде Риоски шекаралық қаласындағы тіркеу орталығында бүлік ұйымдастырғандарға қарсы полиция көз аштатын газ пайдалануға мәжбүр болды. Көптеген заңсыз мигранттар Германияға асыққанмен оларды ешкім күтіп тұрған жоқ. Әсіресе жергілікті тұрғындар наразы. Кеше Ангела Меркель Хайденау қаласындағы босқындарға арналған лагерге барған еді. Өткен демалыста ол жерде жергілікті тұрғындар мигранттарды қабылдауға қарсы акция ұйымдастырып, соңы полициямен қақтығысқа ұласты. Көптеген неміс саясаткерлері канцлерді босқындар проблемасына ұзақ уақытқа көңіл бөлмей, қазір үлкен масштабқа дейін өсуіне себепкер болды деп сынап отыр.